Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған әдебиеттік оқу пәні бойынша ғарышкермен сұхбат тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. Ортақ тақырып ғарышқа саяхат. 86-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз шығарманың тақырыбы және негізгі ойды анықтау, автордың ойын мәтін деректерінен келтіре отырып дәлелдеу. Дескрипторы шығармашылық жұмыстары жасаймыз және қажетті ақпараттар тауып оқимыз. Балалар, егер сіздер ғарышкермен сұхбаттасу алаңында болсаңдар, оларға қандай сұрақ қояр едіңдер? Мысалға, Талғат Мұсабаевқа қандай сұрақ қояр едіңдер? Ойланып, сұрақтар тізбегін құрастырып көр. Ең алдымен, біздер Анар Мұстафиннің дайындаған ғарыштық өмір мәтінін түсініп оқыңдар. Және де түсіндірме сөздікті дәптеріңе жазып есте сақтаңдар. Түсіндірме сөздік: Сталинград, Ресейдің қаласы, қазір Волгоград деп аталады. Тәнті болу, риза болу, көңілі толу деген мағынаны білдіреді. Әріптес деген бірге жұмыс істейтін адамды және мамандығы бір адамды айтады екен. Ендеше мәтін бойынша қысқаша бейнежазбаны тамашалайық. Балалар, сендер даңқты ғарышкер Талғат Мұсабаевтың кішкентай кезінен ғарышкер болуды армандағанын білесіңдер ме? Оның есімін атанасы Талғат Бегелдиновтей болсын деп ырымдап қойған. Талғат ағаларының өзі 3 жасынан бастап ұшқыш болуды арман етіпті. Ал 1961 жылы 12 сәуірде Гагарин көкке көтерілгенде достарының арасында тұрып, ол ғарышкер Талғат Мұсабаев деп айғайлаған екен. Ғарышкер өмірінің 1 жылға жуығын, яғни 342 күнін ғарышта өткізген. Сонымен қатар ашық ғарышта ұзақ болған ағаларың Гиннестің рекордтар кітабына енген. Ол ғарышқа әрдайым Қазақстанның туы мен туған жерінің топырағын бірге алып ұшады. Ендеше, мәтін бойынша үй тапсырмасы. Мәтіннің ерекше әсер еткен бөлігін оқып бер, ойыңды түсіндір. Талғат Мұсабаев сияқты туған жердің үстінен ұшып өтіп бара жатсаң, не айтар едің? Ойыңды жаз. Осы үй тапсырмасы бойынша кері байланыс жасаймыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.